Siz bilesiz, Sosun Kurmanovanın aldауына сіздің де мына келісім шарттарға 13-ші жылы жасалған. Оларға пролонгация 1-2 жылда болып тұрады екен. Siz bilesiz, Sosun Kurmanovanın aldауына сіздің де мына келісім шарттарға 13-ші жылы жасалған. Оларға пролонгация 1-2 жылда болып тұрады екен. Тек қана орыс тілінде, ол да сіздердің тарапыңыздан сатқындық, мемлекет, сосын орыс тілінде. Заңда жазып тұрған жоқ. Ол ауызша ма, ол жазбаша ма. Бір пункт қыстыңыздар қазақ тілін, салонда қазақ тілі міндетті. Өйткені бізде тұтынушыларды қорғау заңы бойынша міндеттелген салондағы, сіздің неңіздегі бүкіл ақпарат, бүкіл қызмет міндетті жеткізуге, бізге жеткізуге қазақ тілінде міндетті, сосын орыс тілінде. Жаздыра алмадым. Сіздер айттыңыздар. Мінекей біз осылай жазамыз. Ол сіздердің мына нелеріңіз, қосымша келісімдеріңіз. Ешқандай көшу жоқ. Сіздер мені, сіз өзіңіз айттыңыз, жоқ, біз осылай екендігін көрсетіңіз дедім. Қалай сіз көрсетпесіңіз, Арслан? Бұл сөзді енді тырнақшаның ішінде айтқанда, қазақтың азаматы ретінде өзіңнің тілің, өзіңнің ата-бабаң, өзіңнің аруақтарына істеген жұмысың, ересен еңбегің. Мінекей қаншама мен 17 жыл көштім қазақ тіліне, қаншама мен қорлық көріп келе жатырмын. Ұрып соғылу, әйтеуір қуып шығу, боқтау, сол әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Былтыр мен үшін ол мен oldu. Енді мінекей соңында масқара жағдай мен шырылдатып 10-15 минут мен тек қана порученьда аман қалдым. Сонда бүкіл отырды бүкіл салон, ешкім маған көмектеспеді. Өйткені сол биліктің, бізде биліктің, әкімдердің, қала әкімдерінің, сосын облыс әкімі, ересен еңбегі қазақтың жоғалтты. Мына кісінің ғана түсірші, мына видео мені түсіріп жатыр, мінекей. Қараңыз, ең басынан бастап. Енді мінекей, мен сізге айтайын. Екі сұрақ қойдыңыз, ең басты сіздің сұрағыңыздан былтырғы біздің жасаған келісім шарт бойынша. Келісім шарт оны мойындайын. Ең басты конкурста осы автобустық маршруттарды тендерге отырған кезде келісім шарт жасалады 10 жылға мерзіміне дейін. Сізге айтайын деген, мен келген уақытта шынымен де менің қателігім болды, ол келісім шарттар тексермегенім. Бірақ келісім шарттар іске қосылған болды, бірақ олардың қазақша вариант болмады, нұсқасы болмады, қазақша нұсқасы. Сіз айтып отырғандай келісім шартта қосымша келісім шарт жасау бойынша біз сізге келістік, осы кабинеттеріне осы орында отырдық. Сіз айттыңыз, маған электронкамен жіберіңіз, Зарин деген ол кезде менің заңгерім болатын, маған жіберіңіз электронкамен, мен тексеріп алайын дедіңіз. Біз оған енді сізге жіберіп, сізбен келісетіндей, онда біздің ең басты біз міндетіміз емес, бірақ біз оны істедік. Сіз берген электронный поштаңызға біз нұсқаны жібердік. Өзіңіздің жасаған түзетулерді жасадыңыз, бізге қайта жібердіңіз. Содан ол бір емес, бірнеше рет қозғалды. Ол сұрақ бірнеше рет сіз онда түзетулер жібердіңіз, бірақ біз одан кейін тағы бір басқаларды, тағы да бір басқа бір пункттерді қосуға талап еттіңіз. Бірақ мен заңгермен сол уақытта заңгермен кездескен кезде айттым, осы уақыт тармақтарды қосуымыз құқығымыз ба, жоқпыз ба деген кезде ол кісі айтты, құқығымыз жоқ, ол осындай қатысы жоқ деді. Бірақ осы бөлімнің басшысы ретінде айтамын, ол шынымен де солай. Бүгінгі күні оны жоққа шығаратын амал ешқандай жоққа шығаратын жағдай емес. Сондай осы бір рет болсын осындай ескерту болды ма мына тасымалдаушыларға? Ондай фактор негізі көп болды ғой. Мен кешірім сұраймын. Мен кешірім сұраймын, тағы бір сөз айтайын. Мына Мейрам мырза, сіз білесіз ғой, біз қанша рет сіздің отделмен, қоғам белсенділерімен рейдқа шығып, ондай фактор көп. Кондукторлардың жартысы қазақша білмейді, и оны мен айтқанда менсінбейді. Соған қанша осы нелер фактор болды ғой, что қазақ тіліне қызмет көрсетпейтін. Соған бір рет болсын тасымалдаушылар не алды ма сондай ескертуші? Біз жауап берейін. Осы аталған факті бойынша былтыр осындай бір факт болды. Ескерту жіберілді тасымалдаушыға. Бірақ енді айта кететін жағдай, бүгінгі күні кондукторлармен сіздер, сіз мен апай
осы жағдайға душар болдыңыз деп айтамыз мысалы. Мен ондай душар боламын. Иә, енді осы жағдайға душар болдыңыз, бірақ кондукторлармен біздің бүгінгі күні көптеген мәселелер бар. Осы тек қана қазақтың қолында. негізі осы мәселені бар ғой, шешу енді қиын емес қой. Екі сөз. Иә. Бір екі сондай андай ескерту хат жіберсеңіздер, перевозчикқа сол жетіп жатыр. Любой осы тасымалаушы, ол осы мына келісім шартты бұзу қалама деп қорқады. Негізі сол кішкене жұмыс істейтін болса, сіздің нелеріңіз, отделдарыңыз бір тасымалаушымен сол за грубое нарушение келісім шартты тоқтатып жатсақ, қалғандары ләп-ләлда осы мәселе шешіліп қалады негізі. Нақты неме шешесіздер? Жаңа сіздер естіп отырсаңыз, келісім шарт бойынша бізде ескертуден кейін, бірнеше ескертуден кейін келісім шарт бұзылады. Неше ескерту? Біз шамамен 3 ескерту береміз, шамамен. Ол тек қана осы тілге байланысты емес, егер де осы келісім шарттың басынан бастап, бүгінгі күнге дейін осы тасымалдаушыға бірі автобустың бір кір болуына берілсе, екіншісі тіл мәселесі бойынша берілсе, үшіншісі мысалы басқа бір берілсе, үшеу болса, төртінші шара біздің келісім шарт бұзылады. Біз қайдан білеміз мысалы үшін? Бірінші ма, үшінші ма, ол орысша айтпақшы прозрачно, соны қайдан көріп отырамыз? Мүмкін сіздер без келісім шарт деп бұзбайсыздар. Ол бізге анық, біз көрсет десеңіз көрсетеміз. Егер де бүгінгі күні біз айта аламыз, осындай сіз бізге хатпен жүгінсеңіз болады. Біз айтамыз, осындай мердігер ұйымға осындай ескерту берді. Бірінші осындай күні, екінші осындай күні, үшінші осындай күні мысалы. Сіздер бересіздер? Әрине жауап береміз.